Түтін басқан бөлме, есік құлыптаулы. Ал сен тірі қалу үшін бір ғана жолды табу керексің. Сен не істер едің? Достар, бүгін мен сендерге өрттен аман қалғандардың ең шын әрі ең қорқынышты оқиғаларын айтып беремін. Бұл оқиға Мексикада болған. 2 жасында Заид есімді бала төсегінде ұйықтап жатқанда шам құлап үйді өрт шалады. Денесінің 80% күйіп, көзінен айырылып, қолдарының көп бөлігі жарамсыз болып қалды. Дәрігерлер бұл бала тірі қалмайды деп ойлаған, бірақ ол нағыз чудо, медицинаның кереметтілігінің арқасында аман қалды. Бүгін Заид көптеген операциядан өтті. Қолы мен көзі жоқ болса да өмірге құштар. Оның ең үлкен арманы полиция болу еді. 2022 жылы ақш-тағы Галвестон қаласында оған бір күнге полиция қызметкері болу мүмкіндігін берді. Форма киіп кадеттермен бірге, тіпті К2 иттерімен бірге жұмыс істеді. Заид кейін былай деді: дәрігерлерден қателік кетті. Олар мені тірі қалмайды деді, бірақ мен қазір тірімін. Бұл оқиға нағыз рухтың жеңісі. Оттың ортасынан шыққан бала бүгінде миллиондаған адамға үміт сыйлап жүр. Супермаркеттегі тұзақ. 2004 жылы Парагвайдағы Укая Валона супермаркетінде алапат өрт шығады. Дүкен басшылары есікті әдейі жауып тастайды. Адамдардың өртте қалғанын қалаған. Бірақ Феличита Мартенес деген ана артқы қоймадан кішкентай желдеткіштің тесігін тауып, балаларын бір-бірлеп шығарып, соңында өзі құтылып шығады. Ол халықтың нағыз батырына айналады. Ал дүкен иелері сотталады. Түнгі клубтағы жалын. 2003 жылы ақш-тағы The Stadion клубында концерт кезінде паратехникадан өрт шығады. 100-ден аса адам қаза болды. Бірақ бір барабаншы тірі қалды. Ол сахнаның артындағы шағын терезені тауып, барабан таяқшасымен әйнекті сындырып қашып шықты. Кейін ол мені құтқарған музыка емес, барабан таяғы деп күлді. Ұшақтағы от. Супер ана 1985 жылы Британ әуе компаниясының ұшағында өрт шығады. 131 адамның ішінде 60 қана адам тірі қалды. Бір ана баласын арқасына байлап алып, түтін арасымен еңкейіп есікке дейін жетіп үлгереді. Кейін ол әйелді супермом деп атады. Түрмедегі өрт. Матраспен аман қалған тұтқын. 2012 жылы Гондурас түрмесінде өрт шығады. 100-деген адам қаза тапты. Бірақ бір тұтқын үстіне суға малынған матрасын жауып, жалыннан өтіп аман қалды. Кейін ол: әжем кішкентайымнан оттан қорықпа, суды ойла деп айтатын еді деді. Достар, елестетіп көріңдерші. Кішкентай ғана бала, 3 жастағы сәбидің өмірі бір сәтте от пен түтінге оранып кетсе не болар еді? Ол тірі қалар ма еді? Жоқ, әлде тағдыр оған мүлде басқа жол жазар ма еді? Бүгін біз барша әлемді тик-токта баурап алған, бірақ өмірі тек күлкі мен билерден ғана тұрмайтын адам туралы айтамыз. Бұл Кенни Матхеус. Ол небәрі 3 жасында ойыншықтармен ойнап отырған. Бір сәтте үйдің терезесі сынып, жалын лап ете түсті. Терезеден шығу ғана жалғыз жол еді. Атасы кішкентай Кенниді құшақтап, оттың арасынан өткізіп әкетуге тырысты. Бірақ өкінішке орай атасы сол түтінмен жалынға тұншығып қалды. Ал Кенни тірі қалды. Тірі қалғанмен денесінің 85% күйіп кеткенін елестетіп көрші. 100-деген ота, 100-деген ауыр күндер бұл кез келген баланың жанын сындырар еді. Бірақ Кенни сынған жоқ, ол тек күшейді. 100-ден астам операция. Әрбір таңертең ол қайтадан ауруханада оянды. Әрбір күн ауыр таңғыштар, жан ауыртар ем, бірақ Кенни ешқашан үмітін үзбеді. Ол бірде былай деді: адамдар сені өлгенше әңгіме қылады. Ең дұрысы оларға мән бермеу. Бұл жай ғана сөз емес, бұл өмірдің басты ережесі. Ал сен ойлап тұрсың ғой, осыдан кейін ол қалай күліп, қалай билеп жүре алады деп. Кенни дәл сол ауыр тағдырын күлкіге айналдыра білді. Тик-токта 2 миллионнан астам адам оны көреді. Ютубтағы видеосы миллионға жуық қаралым жинайды. Ол жерде ол өзінің оқиғасын ашық айтады. Бір жағынан ол билеп, әзілдеп,
тиктокта тренд жасап жүр. Ал екінші жағынан ол миллиондаған жүрекке мотивация сыйлап отыр. Әрине, әлеуметтік желіде бәрі сені жақсы көре бермейді. Біреу оны масқаралайды, біреу бетіне күледі, бірақ Кенни оларға ашуланбайды. Ол былай дейді: өз өміріңді сүй, өзіңді бағала, қалғаны маңызды емес. Міне сондықтан да ол нағыз жеңімпаз. Кенни бұл жай ғана тикток жұлдызы емес, ол рух күші қандай болатынын дәлелдеген адам. От оны күйдірді, бірақ рухын сындыра алмады. Ал енді сен ойлашы, біз кішкентай сәтсіздіктен өмірден түңіліп жатамыз. Ал Кенни болса күлкісін сақтап қалды. Міне достар, бұл 5 оқиға бізге бір нәрсені үйретеді. Адамның рухы оттан да күштірек. Лайк басып жазылып қойыңдар, және комментке өрттен қалай қашар едім деп жазыңдар. Келесі видеода кездескенше